Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі пломбир тәрізді Спартак тортының рецептімен бөліскім келеді. Бұл торт шоколадты кождан және өте нәзік иісі керемет кремнен дайындалады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен крем дайындап алатын боламыз. Бізге ұн, сары май, қант, жұмыртқа және сметана керек болады. Ең алдымен ыдысымызды аламыз, осындай шұңқырлау. Оның үстіне сметанамызды саламыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, соңында ұнымызды салатын боламыз және венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне осындай масса шығу керек және осыны газдың үстіне қоятын боламыз. Газымызды орташа етіп жандырып қоямыз. Жақсылап қоюланғанша араластырып отырамыз. Міне біздің креміміз де дайын. Өте қою, өте нәзік болып шығады осылай. Содан соң кремімізді газымызден алып тастап суытатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің креміміз осылай қою, дәмі керемет болып шықты. Және оны басқа ыдысқа суытуымыз үшін салып, бетін пленкамен жауып, суығанша қойып қоятын боламыз. Келесі ыдысымызға жұмсақ сары майымыз салып, 5-10 минут ағарғанша миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің жаңағы сметанадағы заварной креміміз суыды, осының үстіне қосып миксерлейтін боламыз. Ең алдымен осындай қасығымыздың көмегімен заварной кремімізді сары майымыздың үстіне салып, жаймендеп миксерлеп отырамыз. Сразу барлығын салып жібермейміз. Осылай қасықтың көмегімен жай-жайдан салып, барлығын жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне біздің креміміз де дайын. Дәмі өте керемет, нәзік көріп тұрғандарыңыздай болып шығады. Осы креміміз бетін жауып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Келесі шоколадты корждарымыз дайындайтын боламыз. Бізге ұн, әсел, қант, сода, жұмыртқа, какао, сары май керек. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне какаомыз салып, екеуін жақсылап араластырып, шетке қойып қоятын боламыз. Міне ыдысымызда қантымыз бен әселіміз салынып тұр. Келесі үстіне сары майымызды салып, оның үстіне 2 жұмыртқамыз салып, барлығын осылай бір араластырып, газымыздың үстіне қоятын боламыз. Бұл жерде бұл массамыз біздің қатты қайнап, піспей кетпеу керек. Осылай сары майымыз бен жаңағы әселіміз ерігенше осылай араластырып тұратын боламыз. Содан соң үстіне 1 шай қасық содамызды салып, тағы бір араластырамыз. Міне осылай сәл көпіршіп көтерілетін болады біздің массамыз. Келесін суытатын боламыз. Бұл массамыздың үстіне кішкене шым тұз салып бір араластырып, басқа ыдысқа суытуымыз үшін құйып қоятын боламыз. Және осы массамыз суығанша күтетін боламыз. Міне біздің массамыз суыды, оның үстіне жай аз-аздан осылай ұнымыз бен какаомызды салып араластыратын боламыз. Барлығын сразу салып жібермейміз. Міне аз-аздан салып, барлығын осылай араластырып алатын боламыз. Соңында қолдың көмегімен осылай араластыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Келесі осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қалған холодильникке салып, өзімізге керегін пергамент қағаздың үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жаятын боламыз. Өзіміз керек формада осындай кольцомен кесіп алдым мен. Диаметрі 20. 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Міне тағы да көріп тұрғандарыңыздай осылай корждарымыздың барлығын пісіріп алатын боламыз. Міне біздің корждарымыз да дайын. Менде 9 корж шықты. Келесі тортымыз жинайтын боламыз.
міне осыны тарелкада жинаймыз. Ең алдымен кремімізді кішкене жағып, оның үстіне коржымызды қойып, кремдерімізді осылай жағып шығатын боламыз. Және осы кольцоның көмегімен жинайтын боламыз. Өзі тортымыз бір келкі теп-тегіс әдемі болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай крем әдемелеп жағып, жан-жағын бәріне жағып, корждарымызды қойып, осылай тортымызды жинайтын боламыз. Міне ең соң коржымызды қойып, біздің тортымыз дайын. Бетін пленкамен жауып, холодильникке 1 сағатқа немесе 1 күнге қалдырып қойсақ та болады. Міне біздің тортымыз дайын. Кольцоымызды шешіп алып, жан-жақтарды түзетіп алдым және 100 грамм шоколадпен сары майды ертіп бетіне осылай сәндеп алдым. Өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Және осындай кішкене крошка қалған, менде соны блендерден езіп осылай сәндеп шықтым. Қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне мен осылай қатырылған шиелерді қойып шықтым. Міне біздің тортымыз дайын, өте керемет болып шықты. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Осы видео ұнап жатса комментарий жазып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.